السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बदरी साहबा के जिक्र में आज मैं हज़रत मिक़दाद बिन असवद Bismillahirrahmanirrahim. इनका मिक़दाद बिन अमर है, Бүгін мен उनका जिक्र करूँगा. Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам का नाम Бадр соғысына қатысқан Хазіреті Миқдад бин Асвад немесе Миқдад бин Амр есімді сахабасы туралы айтпақпын. सालबा था. Оның шын есімі Миқдад бин Амр, मिक़दाद को әкесінің есімі Амр бин Салиба. क्योंकि उसने Ол Бани Салиба тайпасынан шыққан. मुतबन्ना बना लिया था, इसलिए Оны асырап алған әкесінің аты Асвад бин Яғуз болғандықтан अमर बिन सालबा кей кезде ол Миқдад бин Асвад деген атпен танымал болды. जो यमन के इलाके में Миқдадтың әкесі Хаза руымен одақтас болған Бахра руынан шыққан. अमर के हाथों किसी का कत्ल हो गया. Надандық кезеңінде оның әкесі Амр हज़र मौत бір адамды өлтіргендіктен Хазар Маут қаласына көшіп кетеді. वहाँ चले Бұл қала Йемендегі Аденнің шығысында орналасқан қала еді. बन गए, जिस बिना पर किंदी Сол жерде ол Кинда тайпасымен одақ құрады. Сол үшін де оны кейде Кинди деп те атайды. ने शादी कर ली, जिससे हज़रत Сол жерде үйленіп Миқдад есімді ұлы дүниеге келеді. तो उनका Миқдад ер жеткен кезде किंदी से झगड़ा हो गया. Абу Шимар бин Ханжыр टांग तलवार से Киндимен ерегесіп қалып, मक्का भाग आए. оның аяғын қылышпен шабады да उसके өзі Меккеге қашып кетеді. मिक़दाद ने अपने वालिद को खत लिखा. Меккеге барғанда ол Асвад ибн Абу Яғуспен жақын араласып дос болады. बना लिया था, जिस वजह से इनको Миқдад өз әкесіне хат жазған кезде ол да Меккеге келді. जवायद उदू लियाबा Асвад Миқдадты асырап алғандықтан кейінірек оны Миқдад бин Асвад деп атай бастады. बच्चों को लय पालकों को भी Ол осы есім арқылы таныла бастады. दाद बिन Ал оларды өз әкелерінің атымен атаңдар деген аят түскен кезде оны Миқдад бин Амр деп атай бастады. मिक़दाद बिन असद Бірақ ол Миқдад бин Асвад деген атпен кең танымал болды. बहरहाल ये Қалай болғанда да оларды өз әкелерінің атымен атаңдар деген Аллах Тағаланың әмірі маңызды.
Hazreti Miqdad, Abu Mағбад, Abu Асвад, Abu Омар және Abu Said деген күниямен танымал. मिक़दाद की कनियत अबू माबद Бірде Hazreti Miqdad Hazreti Абдурахман ибн Ауфпен болған кезде एक दफ़ा Абдурахман ибн Ауф, сен неге әлі үйленбей жүрсің деп сұрайды. हज़रत अब्दुर्रहमान ने पूछा कि तुम शादी Hazreti Miqdad болса, बस मिक़दाद сіз менен бұл нәрсені сұраған екенсіз, онда неге маған өз қызыңызды бермеске деді. से करते हैं। इस पर हज़रत अब्दुर्रहमान Осы сөзден кейін Hazreti Абдурахман ибн Ауф оған ренжіп қалды. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Hazreti Miqdad इस अम्र की болған жайтты Аллах елшісіне саллаллаху алейхи уассалам айтқан кезде, Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने мен сені өзім үйлендіремін деді. हज़रत ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब की बेटी ज़ुबा से उनकी शादी करवा दी। Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам оны और आतिका बिन वहाब өзінің аталас қарындасы और Hazreti Зубату бин Зубайр бин Абдул Мутталибқа үйлендірді. मिक़दाद से जब करवाई Оның анасының есімі Атика бинт Вахаб. औलाद हुई, उनके दो बच्चे पैदा हुए, Олардың екі баласы करीमा और अब्दुल्ला Кәрима атты қызы және Абдулла атты ұлы болды. से लड़ते हुए शहीद हुए थे। Абдулла Жәміл соғысында, яғни түйелер соғысы деген атпен танымал соғыста шахид болды. खुदा की थी। Ол Хазіреті Айшаның радиаллаху анха жағында болып соғысқан еді. और ये तकरीबन Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Зубатқа Хайбар жорығынан 600 кило құрма сыйға тартқан еді. किलो के करीब बनता है। हज़रत मिक़दाद Hazreti Miqдадтың тағы бір ұлының есімі Мағбат еді. Hazreti Miqдадтың қызы Кәрима өз әкесі туралы. माबद भी था। Ол ұзын бойлы, бидай өңді, үлкен қарынды, қалың шашты адам еді. Ол өз сақалын сары түске бояйтын. Оның ұзын да емес, қысқа да емес, әдемі сақалы бар болатында, көздері қара, қастары ұзын әрі жұқа болатын деп сипаттайды. पेट बड़ा और सर में कसरत से बाल थे। Оның ислам қабылдауы туралы Hazreti Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху былай дейді. ना छोटी थी Hazreti Miqdad और अबू बारीक और लंबी өз сенімін жасырмаған Меккедегі 7 сахабаның бірі еді. कि कबूल इस्लाम का वाक़या Бұл туралы мен Hazreti Амар मसूद бен Ясирға байланысты хутбада айтқан болатынмын. उन 7 साहबा में से थे। Басқа мұсылмандармен бірге ол Эфиопияға хиджа жасап, кейін Меккеге қайтып оралады. पहले मैं बयान कर चुका हूँ। Hazreti Miqdad Аллах елшісімен саллаллаху алейхи уассалам бірге Мәдинаға хиджра жасай алмады. के बारे में Ол Hazreti Мирза Башир Ахмадтың Сират Хатамын Нәбиин кітабында жазғандай, Мәдина қаласында белгілі бір оқиғаға дейін тұрды. कुछ अरसे बाद मक्का वापस आ गए। Рабиғул Ауал айының हिजरत करके मदीना Рабиғул Ауал айында Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам न कर सके। Ваттан жорығынан келген кезде 70 адамнан құралған түйе үстіндегі мұхажирлер тобын жақын туысы बिन हारिस की Убайда бин Харис бин Әл-Муталибті басшы етіп жорыққа аттандырады. वजवान Бұл топтың негізгі мақсаты Меккелік Құрайыштардың шабуылын болдырмау еді. कि वो दोनों मौका पाकर Олар Хижаз жеріндегі Мара тауындағы құдыққа келген кезде кенеттен Икрима бин Абу Джахил басқарған 200 қаруланған жас Құрайыштық топты көреді. वो बयान कर देता हूँ। Олардың арасында тек біраз ғана жебе тартысы орын алғаны болмаса, қақтығыс болған жоқ. रबीउल अव्वल के शुरू में Бұл мүшрик топ мұсылмандарға қарсы ашық алаңда шайқаспады. Себебі жасырын бір күштің бар болуы мүмкін деп ойлап, кейін шегінді. Ал мұсылмандар болса олардың арттарынан қумады. इस मुहिम की गरज Сол уақытта мүшрик әскерінен 2 адам, Миқдад бин Амр және Утба ибн Газуан, Икрима ибн Абу Джахилдің қолбасшылығына бағынбай
мұсылмандарға қосылды. उमरा के पास पहुंचे Риуаяттарда айтылғандай, олардың құрайыштықтарға еру себебі мұсылмандарға қосылу мақсатында еді. अबू जहल की कमान में Олай болудың себебі олар жүрек түкпірінде мұсылман еді. और एक दूसरे के Бірақ өз әлсіздіктерінен құрайыштықтардан қорқып мұсылмандарға қосыла алмаған еді. कि मुसलमानों के पीछे Осы нәрседе құрайыштықтардың сағысынып шегінуге түрткі болды. Өйткені олар бұл нәрсені жаман ырымға балағандай еді. पीछे हट गया और मुसलमानों ने उनका पीछा नहीं किया अलबत्ता मुशरिकीन के लश्कर में Осы әскердің құрайыштық әскер болды ма, अमर жоқ әлде сауда керуені болды ма, ол жағын тарих айқындап бере алмайды. मुसलमानों के साथ आ मिले Ибн Исхақ бұларға байланысты ұлы әскер деген сөзді қолданған. कि मौका पाकर मुसलमानों में आ मिले Алайда олардың ниеттерінің таза болмағаны айдан анық. बवजह अपनी कमजोरी के Бірақ Хақ тағаланың жәрдемі болып, олар ерлік рухтарын жоғалтты. Себебі мұсылмандар ұрысқа сай боп тұрғанын көрсетті. Әрі өздерінен бірнеше адам мұсылмандарға өтіп кетті. Сондай-ақ сахабалардың осы жолғы үлкен табысы екі мұсылманның залымдардың қолынан босап шығуы еді. नहीं था और जिसके मुतालिक Мәдинаға көшіп келгеннен кейін Хазіреті Мигдат бин Асуад, लश्कर Хазіреті Күлсум бин Хадамның үйіне тоқтады. इरादे से इस तरफ आया Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам оны Джабар бин Сахармен бауырластырды да Бану Хазраж тайпасының бір тармағы болған ансарлық Бану Хадил руының арасына жайғастырды. बास को मुसलमानों की तरफ जाता देखकर Хазірет Убай бин Қақ оны осы аймақта тұруға шақырған еді. इस मुहिम का ये अमली फायदा हो गया Бір хадисте былай делінеді: कुरैश के जुल्म से бір күні түнде сахабалар ешкінің барлық сүтін ішіп қояды да Аллах елшісіне саллаллаху алейхи уассалам ештеңе қалдырмайды. उनके घर ठहरे Ол сахабалардың арасында Мигдат бин Асуад та бар еді. जब्बार बिन सख्र के मर्द Хазіреті Мигдат бин Асуад айтады: менімен бірге екі досым Аллах елшісіне саллаллаху алейхи уассалам келдік. बनु हुदैला Біз өте қатты аш едік. उनके मोहल्ले में Оған дейін қаншама адаммен кездессек те, олардың ешқайсысы бізді қонақ қып шақырмады. Ал Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам бізді өз үйіне шақырды. रात को Ол кісінің 4 ешкісі бар еді. Ол маған: я Мигдат, осы сүтті төртеумізге теңдей қып бөл деді. कभी पी गया हजरत Мен ол сүтті теңдей қып төртке бөлдім. Әркім өзіне тиесілі сүтті ішті де Аллах елшісіне саллаллаху алейхи уассалам өз сүтін қалдырып қойдық. क्यों कहते हैं Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам келмей бөгеліп қалған кезде мен, और हमारे काम Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам ансарлардың біреуіне барып ішіп жеп тойып алатын шығар. Оның сүтін алып маған неге ішпеске деп ойладым. के साथ ठहर जाएं किसी के Ақыры сол ойым мені жеңіп, ол сүтті де ішіп алдым. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए Кейін ол ыдыстың бетін қақпақпен жауып қойдым. Артынша біраз уақыт өткен кезде мен істеген ісіме қатты өкіндім. Мен өзіме: ал егер Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам қарны ашып келіп, жүрек жалғайтын ештеңе таппай қалсашы дедім. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए Кейін мен ұйықтап қалу үшін бүркеніп жата қалдым. कहते हैं कि रात Үстімде жүннен тоқылған жамылғы болған еді. आवाज में Онымен басымды жапсам аяғым ашылып, सोने वाला बेदार аяғымды жапсам басым ашылып жатқан еді. वो सुन ले Алайда мен мүлдем ұйықтай алмадым. मस्जिद तशरीफ ले जाते Өзіммен өзім сөйлесумен болдым. फिर अपने हिस्से का दूध लेते और नोश Менің екі досыма келетін болсақ, олар ұйықтап қалған еді. जबकि मैं अपने Сондай күйде жатқан кезде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам кіріп келді де, ояу адам естейтіндей, ал ұйқыдағы адамды оятпайтындай етіп, ассаляму алейкум деп амандасты. आपको इस घूंट की यानी थोड़े से दूध की जो आपके हिस्से का रखा हुआ था कोई ज़रूरत नहीं है चुनांचे कहते हैं मैंने वो Кейін ол кісі мешітке барып намаз оқып кеп, кесенің аузын ашты да оның бос екенін байқады. में चला गया Сол кезде ол кісі: я Аллах, мені тамақтандырғанды тамақтандыр,
әрі маған сусын бергендердің шөлін қандыр деді. वापस नहीं आ सकते। कहते हैं Мен бұл жасалған дұғадан пайда тапқым келді де жамылғыны үстіме орап алып үлкен пышақты қолыма алдым да ешкілерге қарай бардым. Мен Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам खिलाफ दुआ करेंगे арнап और तू сою үшін ешкінің ең семізін қарап таңдай бастадым. Қандай да бір ешкіні ұстасам да желіні сүтке толып тұрғанын байқадым. Сол кезде мен Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам үйінен ешкі сауып жүрген ыдысты алдым да оның ернеуіне жеткенше ешкіні сауып шықтым. Кейін мен сол сүт толы ыдысты Аллах елшісіне саллаллаху алейхи уассалам ұсынған кезде ол: «Я Мигдат, сендер түнде өздеріңе тиесілі сүтті ішпеп пе едіңдер?» деп сұрады. पागल कहते हैं ये ख्याल Мен: «Ішіңіз, я Алла елшісі» дедім. करेंगे तो मैं हलाक हो जाऊंगा Ол кісі басын көтеріп दुनिया और आखिरत маған қарады да: «Я Мигдат, сен бір оғашқылық жасадың ба? Не болды?» деді. Мен: «Сіз алдымен сүтті ішіп алыңыз, кейін мен айтамын» деп жауап бердім. Ол сүттен тойғанша ішті. और मेरे दोनों साथी तो सो गए थे Кейін маған ұсынды. वो नहीं Мен де сүттен тойғанымша іштім. Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам қарнының тойғанын әрі дұғасының шарапаты маған тигенін түсініп, қуанғаннан қатты күлгенім соншалықты жерге құлап түстім. यानी नफल पड़े Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам менен: गिलास रखा «Сонымен не болып қалды?» деп сұрады. उसका ढकना उठाया Мен तो उसमें कुछ भी नहीं था ол кісіге не болғанын толық айтып бердім. मैंने कहा अब आप मेरे Ол кісі болса: कहते हैं मैं देख रहा था सब कुछ «Бұл көктен түскен береке. Сен неге маған бұл нәрсені ертерек айтпадың? Біз мына екі досымызға да сүттен берер едік қой» деді. फरमाया Мен болсам: "अल्लाहुम्मा अतिम «Сізге ақиқатты уағыздауға жіберген құдіретпен ант етейін. Егер бұл береке сіз бен маған тиген болса болды, қалғанын айналып өтсе де маған бәрібір» дедім. कहते हैं कि ये सुनकर Хазіреті Мигдат Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам барлық соғыстарына қатысты. जाग तो मैं रहा था Бұл और छुरी ले Бадыр, Ор соғысы және басқалары еді. मैं बाहर गया Хазіреті Мигдат Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам ең мықты мергендерінің бірі болатын. कि उसे Хазіреті Абдулла ибн Масғуд радиаллаху анху айтады: तो मैंने देखा Бадыр соғысы кезінде мен кереметтей көріністі көрдім. Ол нәрсе мен үшін мендегі барлық сауаптан артық. घर वालों का एक बर्तन लाया Мен Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам мүшриктерге қарсы дұға жасап жатқанын көрдім. Дәл сол уақытта Аллах елшісінің жанына पूरा भर गया बर्तन Хазіреті Мигдат келді де: हाजिर हुआ «Біз Мұсаның қауымына ұқсап, сен және жаратушың екеуің барып соғыса беріңдер деген сөздерді мүлдем айтпаймыз. कहा या रसूल Бірақ біз сіздің оң жақ, сол жақ, алды артыңызда жүріп соғысамыз» деді. फिर मुझे दे दिया Сол уақытта мен Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам қуаныштан жүзінің бал-бұл жанғанын көрдім. मुझे महसूस हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु Сират Хатаман Набиин кітабында бұл туралы былай деп жазылған: अलैहि वसल्लम खुराक थी आपकी उतनी आपने पी लिया Дәл осы жерде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам मैंने दुआ भी ले өзінің екі сахабасы Басис пен Адиді Бадырдағы соғыс алаңына жау жақтың іс-қимыл әрекетін біліп келуді тапсырды. दूध पिला दिया था कहते हैं Әрі ол олардың тез келуі үшін біраз нұсқаулықтарды да берді. यहाँ तक इतना हंसा मैं Раухадан шығып, сахабалар Зафранға жетіп, Бадырға жақын Сафра жазықтығына жеткен кезде Құрайыштардың үлкен әскері Меккеден шыққаны белгілі болды. कोई शरारत है जब मुझे हंसते देखा Құпияны сақтау уақыты өткен кезде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам барлық сахабаларды жинап, болып жатқан жайтты айтып берді. नबी करीम सल्लल्लाहु Кейін ол қандай шара қолдану керек деп ақылдаса бастады. Кейбір сахабалар: «Я Аллах елшісі, біздің қолымыздағы қару-жарақты ескеретін болсақ, керуенге шабуыл жасаған дұрыс сияқты. Өйткені біз Құрайш әскерімен соғысуға дайын емеспіз» деді. जब आपने वो Бірақ Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұл ұсынысты қабылдамады. कोई परवाह नहीं कि लोगों में से कौन उसे हासिल करता है वही तो
Сахабалардың көпшілігі Мәдинадан шыққан кезде ол жерде үлкен соғыстың орын алатынын білмеді. Олар аз ғана керуенді кездестіреміз де солармен шайқасып қайтамыз деп ойлады. Алайда олар Мәдинадан шыққан кезде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам осыған байланысты олардың ойларын сұрады. Олар болса, біздің олармен соғысуға күшіміз жетпейді деді. Аллах елшісіне саллаллаху алейхи уассалам олардың ой пікірлері ұнамай қалды. Екінші жағынан сахабалардың ең беделділері осы сөздерді естіген кезде орындарынан өре түрегеліп, біздің жан тәніміз бен дүние мүлкіміздің барлығы Құдайдікі. Біз өзімізді кез келген соғыс алаңына апаруға дайынбыз деген жалынды сөздерді жаудыра бастады. Мигдад бин Асуад, сондай-ақ Мигдад бин Амр деген атпен танымал сахаба. Біз Мұсаның қауымына ұқсап, сен және жаратушың екеуің барып соғыса беріңдер деген сөздерді мүлдем айтпаймыз. Бірақ біз сіздің оң жақ, сол жақ, алды артыңызда жүріп соғысамыз деді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам осы сөздерді естіген кезде оның жүзі қуанғаннан бал-бұл жайнап тұрды. Олай болуының себебі Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам ансарлардың Ақабадағы берген баяттарында тек Мәдинаға ғана шабуыл жасаған кезде ғана қорғауымыз керек деген түсінікте болып қалды ма деп ойлауында еді. Сондықтан осындай ынтыққан бойұсынуға қарамастан Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам алдағы жоспарларға байланысты кеңесуді жөн санады. Аус тайпасының көсемі Сағд бин Муаз Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам бұл тілегін түсінді де ансарлардың атынан: «Иә Аллах елшісі, бәлкім сіз бізден кеңес күтіп тұрған шығарсыз. Аллахтың атымен ант етейін. Егер біз сізге сеніп баят берген болсақ, сіз не нәрсені дұрыс деп тапқан болсаңыз, біз де сол нәрсені құптап сізбен бірге боламыз. Сізді ақиқатпен жіберген жаратушының атымен ант етеміз. Егер сіз бізге теңізге барып батыңдар десеңіз, біз барып теңізге батамыз. Әрі ол жерде ешкім өзін ұстап қалмайды. Аллах қаласа бізді соғыс алаңында батырлық пен қайсарлықтың келбетінде көріп масаттанасыз деді. Осы сөзді естіген Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам қатты қуанып: «Олай болса, Аллахтың атымен аттаныңдар. Өйткені маған Аллахтың өзі екеуінің біреуін не керуенді алуды, не жау әскерін жеңуді нәсіп етемін деп уәде етті. Аллахтың атымен ант етейін, мен дәл қазір жауларымыздың өлгеннен кейінгі құлаған жерлерін көріп тұрмын» деді. Хазіреті Мигдад туралы: ол Бадыр соғысында бірінші болып Аллахтың атымен шыққан атты жауынгер. Оның жылқысының есімі Сапха болған делінеді. Бір риуаятта мұсылмандарда екі ғана ат болған делінеді. Хазіреті Али радиаллаху анху: Бадыр соғысы кезінде бізде екі ат болды. Оның біреуі Хазіреті Зубайр ибн Ауамда болса, екіншісі Хазіреті Мигдад бин Асуадта болды деді. Ибн Хишамның айтуынша, Бадыр соғысында мұсылмандарда 3 ат болды. Ол аттың біреуі Хазірет Мурсат бин Абу Мусаттың астында болды да оның Субул деп атаған. Екінші ат Хазірет Мигдад бин Амрда болды да оның атын Бузия немесе Сапха деп атаған. Ал үшінші ат Зубайр ибн Ауамда болып, оны Ясуб деп атаған дейді. Хазіреті Мирза Башир Ахмад өзінің Сират Хатаман Набиин кітабында Бадыр соғысы кезінде тек қана 2 ат қана болды. Кейбір риуаяттарда 3 немесе 5 ат болған деп айтылады. Қысқасы, мұсылмандарда неше аттың болғаны маңызды емес. Маңыздысы мұсылман әскерінің
мүшрик әскерінен аз болуында. आपको ये ख्याल था Оларды салыстыруға да болмайтын еді. Алайда Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам сахабалары оған қарамастан уәде еткендей жандарын қиюға дайын еді. Хазіреті Мигдад ибн Амир जानसाराना तकरीरों के Бану Зухра тайпасымен одақтас болған Кинди тайпасымен достық қарым-қатынаста еді. Олар да бұл соғысқа мүшриктер жағында болып қатысты. उन्होंने आपके मंशा को समझा और इंसान Хазірет Мигдад бин Әл-Асуад келіп, «Ия Аллах елшісі, маған мынаны айтыңызшы. Егер мен мүшриктер жақтан бір адамды кездестіріп, екеуміз шайқассақ, ол менің қолымды шауып тастап, кейін қашып барып ағаштың артына тығылды да, мен бір Аллахты мойындаймын десе, оны өлтіруіме бола ма?» деді. उस्ताद की कसम Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам болса, «Жоқ, Мигдад, оны өлтіруге болмайды» деді. Кейін Мигдад айтады, сол кезде мен, «Я Алла елшісі, ол ең бірінші менің қолымды шауып тастайды да, кейін барып Аллахты мойындаймын дейді. Осындай жағдайда оны өлтіруіме болатын шығар» деді. Бұған қатысты Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, «Өлтірме. Егер сен оны өлтіретін болсаң, ол сен оны өлтіргенге дейінгі орныңда болады да, ал сен оның ол сөзді айтқанға дейінгі орнына түсесің» деп жауап берді. कि कुफार के इन दो ग्रोहों Жалпы оның ойындағысы мен айтпақшы болғаны, қандай да бір адам кәлиме айтып мұсылман болған жағдайда менің іс-әрекетім қандай болмақ дегені ғой. जहां दुश्मन के Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам айтқаны, егер ол солай жасайтын болса, ол сенің орныңда, яғни мұсылман болады да, сен оның орнына, яғни кәпір боласың дегені. अल्लाह की राह में कताल करने वाले Яғни бұл кәлиманы айтқан адамның дәрежесі. Бұл дәреже туралы бізге Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам өзі айтты. गज़वा बदर में मुसलमान Ал қазіргі діндарсымақтар мен ислам мемлекеттерінің сыйқын қараңыздар. Өкінішке орай, олардың өздері осы хадис арқылы қай орында тұрғандарын, яғни мұсылмандар жақтама, әлде кәпірлер жақтама екенін көре алады. मरसद बिन अबू मरसद के पास घोड़ा था जिसका नाम सबल था हज़रत मिकदाद बिन अमर के पास घोड़ा था जिसका नाम बाज़ाजा था या सबहा था और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के पास घोड़ा था जिसका नाम Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам түйелері Мәдина сыртында жайылып жүрген еді. Оны Бану Ғаффар тайпасынан бір бақташы жұбайымен бірге бағып жүретін еді. Бану Фазар руынан шыққан Айния бин Хисен мен Бану Ғатфан руының аттылары бірігіп, әлгі бақташыға шабуыл жасап өлтіріп кетеді де, түйелермен қоса жұбайын да алып кетеді. ये घोड़े दो थे या तीन थे Хазірет Сальма бин Акуа ең алғаш болып осы жағдайды біледі. कि जंगी Ол Хазіреті Талха ибн Убайдулла екеуі көлікке мініп, әлгілердің соңына түсті. सामान के मुकाबले में Бір шама уақыт өткен кезде олар Саниятул Вада деген жерге жетті. दुश्मन के मुकाबला के लिए जब खड़े हुए तो जैसा कि मुहाजिरीन ने भी और अंसार ने भी जो अहद किया था आपसे उसको पूरा करके दिखाया Бұл жердің атауы туралы әртүрлі пікір бар. किंदी Кейбіреулер бұл Мәдинадан шыққан кездегі Мекке жақ бағыттағы адамдардың қоштасатын жері деп ойлайды. वसल्लम के साथ Ал басқалары бұл Шамға бара жатқан жақта дейді. Осы дерекке сәйкес Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Табук соғысынан келе жатқанда адамдар оны осы жерде күтіп алған делінеді. Кейбіреулер дәл осы жерден Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам шекара күзетуге шағын әскер एक दरख्त की बना लेकर ये कहे дайындаған деген пікірді ұстанады. और ये कहे कि मैं अल्लाह की खातिर मुसलमान हो गया या रसूलुल्लाह क्या अब मैं उसको मार डालूं जबकि उसने ऐसी बात कही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Яғни олар осы жерге жеткен кезде दाद ने कहा या रसूल Айни мен оның жақтастарын көрді. डाला है Хазірет Сальма бин Акуа Сила тауына шықты да «Я Сабаха» деп айқайлайды. क्योंकि अगर तुमने उसे कत्ल कर दिया Бұл оның तो वो
көмек сұрап айқайлағаны еді. Кейін Хазіреті Сальма पहले हासिल था оларға оқ атып, беттерін तुम उसके दर्जे қайта бері қаратты. दर्जे पर हो जाओगे Сальманың айқайын естіген Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам कलमे के कहने से мұсылмандарға жауға қарай шабуды хабарлады. जिसको उसने कहा था Аттылардан ең бірінші болып Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам сөзіне келген Хазіреті Миғдат болды. या इस तरह हो मेरा हाथ भी काट दिया हो उसने फिर दरख्त के पीछे छुप के वो कलमा पढ़ ले और अल्लाह की खातिर कहे मैं मुसलमान हो गया हूँ तो क्या मैं बदला लूँ Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Меккеге соғысуды дайындаған кезде ईमान के बावजूद бұл ақпаратты құпия түрде ұстаған еді. ये है Сахабалар бұл соғысқа дайындалып жатса да, मुकाम бұл туралы өте аз мағлұмат болған еді. Осы уақытта लाने वाले кейінірек Бадыр соғысына қатысқан сахабалардың бірі Хазіреті Хатиб бин Балта өзінің аңқаулығы мен надандығының арқасында бір келіншек арқылы Меккеге құпия хатты жібереді. Бұл хатта Меккеге шабуылдайтын барлық жоспар жазылған еді. कबीला बनु गफार Әлгі келіншек осы хатты алып жолға шыққан кезде Аллах Тағала бұл туралы өз елшісіне саллаллаху алейхи уассалам хабар береді. ऐना बिन हिस्न ने बनु गतफान के कुछ घुड़सवारों के साथ मिलकर हमला किया और चरवाहे को मार डाला और उसकी बीवी और ऊँटों को साथ Осылайша Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам सबसे पहले इन लोगों сахабалардан құралған шағын бір топқа Хазіреті Алиді радиаллаху анху басшы етіп, әлгі келіншектің артынан жібереді. विदा Бұл топтың ішінде Хазіреті Миғдат та бар еді. इस वादी के नाम Хазіреті Али радиаллаху анху айтады: के नज़दीक ये मदीने से बाहर Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам мені, Зубайр және Миғдатты осы келіншектің артынан жіберді де शाम की जानब Рауза Хақ деген жерге аттаныңдар. Сол жерден хатты апара жатқан түйенің үстіндегі келіншекті көресіңдер. Одан хатты алып алыңдар деп тапсырды. सराया को Осылайша біз ол жерге атпен шауып отырып жедел түрде бардық та келіншектен әлгі хатты алып алдық. साथी को देख लिया Басында ол менде ешқандай хат жоқ деп ақталды. चढ़कर Біз оған егер хатты бермейтін болсаң, киімдеріңді шешуге тура келеді дедік. Ол әлгі хатты шашының арасынан алып шықты. फिर हज़रत सलमा Кейін ол хатты біз Аллах елшісіне саллаллаху алейхи уассалам алып келдік. हज़रत सलमा की मदद की पुकार सुन Бұл хат бір сахабаның аңқаулығы мен надандығының себебінен жазылған еді. दुश्मन के मुकाबले Егер олар бұл хатты алып алмағанда, Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам көптеген жоспарлары әшкере болатын еді. मदद मिकदाद थे Алайда Аллах Тағала уахи арқылы өз елшісіне саллаллаху алейхи уассалам бұл туралы жеткізді де бұл хат оның қолына тиді. पोशीदा रखा गया और बावजूद इसके कि सहाबा उसकी इस मुहिम की तैयारी कर रहे थे लेकिन ये आम नहीं था कि मक्के पर की तरफ जाना है Муса бин Якуб анасы риуаят еткен әпкесінің риуаятында былай деп жеткізеді: हज़रत हातिब बिन बलता Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Хазіреті Миғдатқа жыл сайын 2200 келі арпа беретінде, біз оны Муавия бин Абу Суфиянға 100 000 дирхемге сататынбыз. खत लेकर चली गई Бұл олардың жыл сайынғы табысы болатын. वसल्लम को उसकी खबर दे दी Бұл олардың бірнеше жылғы өнімі болуы мүмкін. Өйткені 2200 келі арпаны ондай көп ақшаға сату мүмкін емес. और वो खत लेने के लिए रवाना फरमाया Хазіреті Миғдат Ярмукта болған соғыста да қатысты. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Бұл соғыста ол Құран оқушы болды. जुबैर Бадыр соғысында Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Әл-Анфал сүресін соғыс кезінде оқуды өз сүннеті қылып бекітті. उससे वो ले लो Бұл сүннет Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткеннен кейін де жалғасын тапты. उसने कहा कि खत निकालो और हमने कहा कि खत निकालो उसने कहा कि मेरे पास तो कोई खत नहीं है हमने कहा कि तुम ज़रूर खत निकालोगी Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам उसने шекараны күзетуге шағын әскерді жасақтап, Хазіреті Миғдатты сол жасақтың басшысы етіп тағайындайды. साहबी ने लिखा था अपनी
Бұл жасақ қайтып оралған кезде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам оларға қарап, लिखा तो मसूद की वजह से था сен өзіңнің бұл жасақты басқарудағы ойың қандай деп сұрады. कि किसी क्योंकि सब Хазіреті Мигдат, खुफिया था біз жолға шыққан кезде бұл жасақтың адамдары өздерін менің қызметшім сияқты сезінгенін байқадым деді. पहुंच गया Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам болса, я Абу Маъбад, वालदा бұл жағдай Аллах зұлымдықтан сақтамағандардың барлығында болады деді. Хазіреті Мигдат, Аллахтың атымен ант етейін, күдіксіз сіздің айтқаныңыз ақиқат. सालाना था Сіздің ақиқатпен жіберген Аллахпен ант етейін, мен тіпті екі адамды да басқарғым келмейді. हमने मुआविया बिन अबू Өзімнің жеке тәжірибемнен белгілі болғандай, менің достарымның барлығы और हो सकता है कि қызметшім сияқты болып қалды. Бірақ мен тіпті екі адамның да үстінен басшы болғым келмейді деді. नहीं हो सकती जंग यरमूक में भी हज़रत मिक़दाद ने शिरकत की थी और इस जंग Олардың тақуалықтарының деңгейі осындай болды. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Жоғары лауазымды иеленген сайын адамдарда менмендік пайда болады емес пе? के इस वक्त सूरह Жамағаттың әрбір жауапты тұлғасы бұл туралы үнемі есінде сақтауы керек. वफात के बाद भी लोग Біріншіден, еш уақытта қандай да бір лауазымды қалаудың қажеті жоқ. वसल्लम ने Бірақ егер де біреу қандай да бір лауазымға тағайындалса, Аллах тағаладан оның хайырлы жағын сұрап, келеңсіз жағынан сақта деп сыйыну керек. कि ए अबू माबद Аллах тағала бізді हमारे менмендіктен сақтасын. Аллах тағала әрқашанда нәрсенің хайыры мен берекесін сұрауымыз керек. मैं दूसरे लोगों को अपना गुलाम तस्वर कर रहा था इस पर आपने फरमाया कि ए अबू माबद हमारा इसी तरह है सिवाय इसके कि जिस Хазіреті Мигдат, Хазіреті Абу Убайда бин Жарахпен бірге Шам еліндегі Химс қаласында мүшриктердің қоршауында да қалып қойған. मैं दो आदमियों पर भी Хазіреті Мигдат पसंद न करूंगा Мысыр елін жеңушілердің бірі. और इसमें मैंने देखा Хижраның 20-шы жылы Мысыр жауланып жатқан кезде мұсылмандардың әскербасы болған Амр ибн Ас पसंद ही नहीं халифтан көмек сұрады. आदमियों का भी निगरान बनूं Сол жерде Хазіреті Омар радиаллаху анху көмекке 10 мың адам жіберді. बनने से Ол 4 қолбасшы тағайындаған болатын. Солардың бірі Хазіреті Мигдат еді. मातहत हूँ Хазіреті Омар радиаллаху анху әрбір қолбасшы жаудың 1000 сарбазына тең келеді деп жазды. करनी और जब Міне осылайша осы көмектен кейін соғыстың барлық көрінісі өзгеріп, біраз уақыт өткен кезде бір кездері Перғауынның жері болған барлық аймақ таухидты ұстайтындардың жеріне айналды. हज़रत मिक़दाद हिम्स के मुहासरे में हज़रत अबू उबैदा बिन जराह के साथ थे हज़रत मिक़दाद ने मिस्र की फतह में भी हिस्सा लिया Хазіреті Зубайр бин Нафир айтады. जब मिस्र पर Хазіреті Мигдат бин Асвад और हज़रत अमर बिन бізге қандай да бір шаруамен келді. अस्कर Біз оған, वाले खिलाफ Аллах тағала деніңізге саулық берсін. Шаруаңызды бітіріп бергенше жайғасып отыра тұрыңыз дедік. और 4 अफसर Олай болса, में से एक हज़रत मिक़दाद भी थे ол болса, мені адамдардың жай-күйі таңғалдырады. अफसरों में से हर एक दुश्मन Мен жаңа ғана ұрыс керісті күтіп тұрған адамдардың тобын көрдім. चुनाचे दर हकीकत Олар Аллах тағала оларды Аллах елшісі мен саллаллаху алейхи уассалам сахабаларға сынақ бергендей сынайды деп ойлап жүр деді. की ज़मीन थी तौहीद का विरसा बन गई Хазіреті Мигдат радиаллаху анху, जुबैर мен Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам ұрыс керістен құтылған адам бақытты деген сөзін естідім дейді. पास किसी काम से तशरीफ लाए तो हमने कहा अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती से रखे आप तशरीफ रखें यहाँ तक कि हम आपका काम कर दें उन्होंने कहा Ол Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам бұл сөзін 3 рет қайталады. पास से गुजरा Кейін ол, उनके पास से गुजरा сынақ келген кезде тек қана сабыр ету керек деді. कि अल्लाह ताला उन्हें Яғни бұл ешқашанда ұрыс керіспен сынақты күтудің қажеті жоқ деген сөз. सहाबा को आजमाया था Алайда ондай жағдай бола қалса, міндетті түрде сабырлық сақтап, табандылық таныту керек. जाया गया Және қорқақтыққа бой алдырмау қажет. सल्लल्लाहु अलैहि
Хазіреті Мигдат өте толық адам еді, бірақ әрқашанда бисмиллах деп соғысқа шыға беретін. सख्ती की तो Бірде Хазіреті Мигдат दुआ नहीं करनी चाहिए ना асыл тастары бар үлкен сандықтың жанында отырғанда, оның денесі सब्र әлгі сандықтан да үлкен болып көрінді. दिखानी चाहिए ना ये कि फिर बुजदिली दिखाई Оған бір кісі: сіз өте толық адамсыз, Аллах тағала сізді жихадтан босатты деді. लेकिन इसके बावजूद जिहाद के लिए Оған бұл: Аллах тағала маған тәуба сүресінің құпиясын ашты, сондықтан мен де жихадқа қатысуым керек. Бұл туралы Аллах тағала жорыққа жеңіл түрде ауырлық түсірмей шығыңдар деп айтқан деді. जसीम है और जैसा कि उनकी बेटी ने बताया कि पेट बड़ा था, हज़रत मिक़दाद ने जवाब दिया कि मुझ पर सूरा बहुस सूरत Хазіреті уәделенген реформатор радиаллаху анху бұл сөздерді түсіндіре отырып былай дейді: жеңіл түрде ауырлық түсірмей деген жолыңызда қандай да бір кедергі кездессе де соған қарамай жорыққа қатысыңдар деген сөз. Бұл екі сөз әртүрлі мағыналы болып тұр. Мысалы, сіз қартайған немесе жассыз, жалғыз не топпен біргесіз, аттылы не жаяусыз, қарулы не қарусызсыз, азығыңыз бар не жоқ. Хазіреті Мигдат жихадқа қатысу үшін өзіне керекті әрі келетін жағын ғана таңдап алды. मुश्किल उनके रास्ते में नहीं आनी चाहिए। खिफाफन व सिकालन के कई मानी हैं। तुम बूढ़े हो या जवान हो, फर्द अफराद या ग्रोहों में से हो, Хазіреті Мигдаттың радиаллаху анху तुम्हारे पास үлкен қарны бар болатын. नहीं है, खुराक काफ़ी है या नहीं। Оның византиялық қызметшісі болды. इस आयत से Ол Хазіреті Мигдатқа ота жасап, қарындағы майды алдырып тастасаң, өзіңді жеңіл сезінесің деген ұсыныс тастады. मिक़दाद का पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था। Қазіргі таңда адамдар осындай ота жасатып жатады. पेट को काट कर चर्बी निकाल दूंगा। Осылайша әлгі қызметші оның қарнын жарып, оның артық майларын алып тастады да қайта тігіп тастады. का पेट चाक किया और Бірақ кейін сол кескен жерден індет пайда болып, Хазіреті Мигдат радиаллаху анху көз жұмды. Осыдан кейін әлгі қызметші қашып кетті. लेकिन एक और रिवायत भी है Тағы бір риуаятта Хазіреті Мигдаттың өліміне майсана майын қолданғаны себеп болды дейді. मिक़दाद की वफात Бұл риуаятты Абу Файд жеткізеді. गैस्ट्रोइड की वजह से हुई थी। अबू फायद Хазіреті Мигдаттың қызы Карима айтады: की बेटी Хазіреті Мигдат Мәдинадан 4 шақырым жердегі Журуф деген жерде көз жұмды. नाश को Адамдар оның денесін иықтарына салып көтеріп алып келді. नमाज जनाजा पढ़ाई और जन्नत Хазіреті Осман радиаллаху анху оның жаназа намазын оқыды, әрі ол Жаннатул Бақи қабірстанына жерленді. Ол хижраның 33-ші жылы қайтыс болды. Дүние салар кезде оның жасы 70-тер шамасында болған еді дейді. अल्लाह ने मुझे 4 से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है और मुझे बताया गया है कि वो भी उनसे मोहब्बत करता है। सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह वो कौन है? आपने फरमाया इब्न माजा की Абу Буйрейда өз әкесінен естіген риуаятты айта отырып былай дейді: ये रिवायत Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, Аллах тағала маған мына 4 адамды жақсы көруді әмір етті, әрі мен оларды жақсы көремін деді. से रिवायत है कि Ол кісіден: я Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, олар қай адамдар деп сұрады. Бұған байланысты әртүрлі риуаяттар бар, бірақ қалай болғанда да Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам жауап берді. Олар किया कि वो कौन है? Али, अली कहते हैं Абузар, Салман және Мигдат. Ол бұл есімдерді 3 рет қайталады. Хазіреті Али радиаллаху анху айтады: Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, әрбір пайғамбарға 7 таңдаулы сахаба берілген деді. Немесе ол 7 таңдаулы жетекшіні айтуы мүмкін. ये भी सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है। Кейін Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам
Маған осындай 14 сахаба берілді дейді. Хазіреті Али радиаллаху анху. Олардың біріншісі мен, की आयत है менің екі ұлым Хасан мен Хусейн, Джафар, Хамза, Абу Бакр, Омар, Мусаб бин Умейр, Біләл, Салман, Амар, Мигдат, Хузайфа, Абузар және Абдулла ибн Масхуд дейді. Бұл риуаят Сунан Термизиден алынған. गुनाहगार जो अपने रब को उसकी रजा चाहते हुए सुबह भी पुकारते हैं और शाम को भी, तेरे जिम्मे उनका कुछ भी हिसाब नहीं और ना ही तेरा कुछ हिसाब उनके जिम्मे है। बस अगर Қасиетті Құранның Әл-Анғам сүресінде Аллах Тағала жаратушыға күндіз түні жалбарынып, оның дидарын көрсем деген ниетпен жүргендерді қуалама. Салихалықтан ауытқып, оларды қуалау үшін сенің оларда, олардың сенде еш есебің жоқ деді. सुहैब अमार मिकदाद Сунан ибн Маджа хадистерінде Хазіреті Сағд осы туралы былай деп риуаят айтады. राजी नहीं है Бұл аят 6 адам туралы айтылған. Олар мен, яғни Сағд, Ибн Масхуд, Сухайб, Амар, Мигдат және Билял. Хазіреті Сағд айтады, Аллах елшісіне саллаллаху алейхи уассалам Құрайыштықтар келіп, бұл адамдардың жетекші болуына наразымыз, оларды қуып жібер деген. Сондықтан да Аллах Тағала келесі аяттарды түсірді. Жаратушыға күндіз түні жалбарынып, оның дидарын көрсем деген ниетпен жүргендерді қуалама. Салих халықтан ауытқып, оларды қуалау үшін сенің оларда, олардың сенде еш есебі жоқ. हज़रत मिकदाद पहले सहाबी थे जिन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते में घोड़े पर लड़ाई में हिस्सा लिया। पहले भी थोड़ा सा बयान हो चुका है। Бір жерде айтылғандай Хазіреті Мигдат खुदाए हाजत के लिए Аллах жолында Аллахтың есімімен аттанған бірінші сахаба. Бұл туралы жоғарыда айтылып өтті. Хазіреті Мигдат айтады, бірде мен қабірдің жанына жақын жердегі Бақи деген елді мекенге келдім. कहते हैं कि बहाना भी ऊँट की Бұл адамдардың тамағы өте аз кез еді. Мен өз інінен динарды алып, бірінен соң бірін шығарып жатқан тышқанды көрдім. Осылайша ол 17 динарды шығарды. इसके बाद एक सुर्ख रंग का कपड़ा Ең соңында бір қызыл шүберек шығарды. कहते हैं कि मैंने उसको Мен барып қызыл шүберекті алсам, оның ішінде тағы бір динар бар екен. Сөйтіп менің қолыма 18 динар болды. और उन्हें लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Мен бұл барлық динарды алдым да Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам келіп, болған жайтты айтып беріп, бұларды садақа ретінде қабыл алыңыз дедім. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, бұны құрбан етіп қажеті жоқ. Өзің ал, Аллах Тағала саған осыны берекелі етсін деді. जिसने आपको हक के जरिए Кейін Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, сен қолыңды әлгі інге тыққан сияқтысың деді. Мен сізді ақиқатпен жігермен Аллахпен ант етейін, олай жасамадым дедім. जुबैर बिन नुफैर रिवायत करते हैं कि एक दिन हम हज़रत मिकदाद के साथ मजलिस में बैठे हुए थे कि एक आदमी गुजरा और उसने कहा क्या ही मुबारक आंखें हैं जिन्होंने Жубайр ибн Нуфайр айтады, अल्लाह की कसम бірде біз Мигдат пен Асуатпен отырған кезде бір адам өтіп бара жатып, Аллах елшісін саллаллаху алейхи уассалам көрген қос көз берекелі болсын. Аллахтың атымен ант етейін, мен де сенің көргеніңді көргім келіп, оған куә болғым келеді деді. Сол кезде Мигдат ренжіп қалды да, мен оған таң қалдым. Өйткені әлгі адам берекелі сөзден басқа ренжитіндей еш нәрсе айтқан жоқ. Кейін Мигдат जिससे अल्लाह оларға бұрылды да, Аллах Тағала қаламаған жерде болғысы келіп, अगर ये उस वक्त होता तो किस मुकाम पर होता। сол жерді қалап тұруға адамға не түрткі болады екен? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना Ол сол кезде қандай күйде болатынын білмейді ғой. ने उन्हें मुंह Аллахпен ант етейін, Аллах елшісіне саллаллаху алейхи уассалам қаншама адамдар келген.
бірақ соған қарамастан Аллах тағала оларды бетімен тозаққа қарай лақтырды. Өйткені олар оның дағуатына жауап бермеді және иман келтірмеді. उसने तुम्हें ऐसे वक्त में पैदा किया जिसमें तुम सिर्फ अपने रब को पहचानने वाले हो, किसी किस्म का शिर्क नहीं करते, अपने रब को पहचानते हो, रसूल पर ईमान लाते हो. Сендерге өз Раббыларың білетіндерден етіп жаратқанына әрі пайғамбарларың саллаллаху алейхи уассалам әкелген нәрсеге иман келтіргендерің үшін неге Аллахқа сансыз шүкір айтпасқа? Сендер басқалар қор болған сынақтан аман қалдыңдар. Аллахпен ант етейін, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлар жіберілген барлық дәуірдегі ең қиын уақытта фатра кезеңінде келді деді. Фатра дегеніміз не? Бұл ұзақ уақыт Аллах тағала өз пайғамбарына уахи түсірмей қоятын кезең. Оның екінші мағынасы екі пайғамбар арасындағы уақыт. Ары қарайғы риуаятта адамдар пұттарға табынудан басқа әрі артық діннің бар екеніне сенбеді. Дәл сондай уақытта ақиқат пен жалғанды айыратын кітап пен сол арқылы әкесі мен баласын екі жаққа айыратын Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам келді. Жүрегінде иман нұрын ұялатқан адам иман келтірмеген өз ата-анасын, баласын, аға бауырын көрген кезде өзінің жақсы көретін адамдарының өлген жағдайда тозаққа баратын ойлап жүрегі ауыратын. Әрі оны көзінде қуанышта болмайтын. Өйткені өзі жақсы көретін адамның тозақта жанатын жақсы түсінетін. Ұлы да құдіретті Аллах тағала айтады. Олар Аллахтың салихалы құлдары әрі өз дұғаларында: «Я Раббымыз, бізге жұбайларымыз бен ұрпақтарымызды көзіміздің қуанышы ете көр, әрі бізді тақуаларға үлгі ете көр» деп дұға етеді дейді. Сол үшін де біз әрқашан ұрпақтарымыздың үнемі дінмен байланыста болсын деген дұғада болуымыз керек. Әрі Аллах тағала бізге береке бергені үшін ылғи да сансыз мақтаулар мен шүкірлер айтуымыз қажет. Хазіреті Анас радиаллаху анху айтады: бірде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам бір адамның қасиетті Құран кәрімді бар даусымен қатты оқып жатқанын естиді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам: бұл адам Аллах тағаладан қорқады деді. Бұл адам Хазіреті Мигдат радиаллаху анху болатын. Аллах тағала бізді шынайы исламның мүмкіндігін түсінуді нәсіп етсін. Әрі Аллах тағала бізді осы Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам үмметіндегі міндеттерді орындауды нәсіп етсін. Аллах тағала бізді тақуа құлдарынан болуды нәсіп етсін. Әмин. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر